Саламатсыздар ма? Мен Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің фармация кафедрасының оқытушысы Ермагамбетова Ханифа Фахриддинқызы боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алкендердің гомологтық қатары, құрылысы, изомериясы және қолданылуы. Сабағымыздың мақсаты алкендердің алу жолдары, химиялық реакцияда жүру бағыттары, алкендердің қолданылуы және оларға жалпылама түсінік. Алкендерге тоқталмастан бұрын біз органикалық химияның не екенін білуіміз керек. Химия өзі екі үлкен топқа бөлінеді: бейорганикалық және органикалық. Органикалық химия дегеніміз көмірсутек атомдары және көмірсутек туындыларының химиясы болып есептелінеді. Органикалық химия көмірсутек қаңқаларына байланысты алтыға бөлінеді: циклды, алты циклды, қаныққан, карбоциклды, қанықпаған және гетероциклды. Тақырыбымызға байланысты келесі слайдта біз қаныққан және қанықпаған көмірсутектерге тоқталамыз. Қаныққан көмірсутегі дегеніміз көмірсутек атомдарының арасында дара байланыс болатын болса, оларды біз қаныққан көмірсутегі деп атаймыз. Қаныққан көмірсутектерге бізде алкандар мен циклоалкандар жатады. Мысалы, метан, циклобутан, этан. Ал қанықпаған көмірсутектер дегеніміз көмірсутек атомдарының арасында екі қос байланыс болатын болса, оларды біз қанықпаған көмірсутектер деп атаймыз. Оларға алкен, алкадин және алкендер жатады. Алкеннің жалпы формуласы CnH2n. Ал алкадиндер мен алкеннің жалпы формуласы бірдей: CnH2n-2. Келесі слайдта алкендер жайлы айтып өтеміз. Алкендер дегеніміз молекула құрамында көмірсутектердің арасында бір қос байланыс жүретін, жалпы формуласы CnH2n болып келетін көмірсутектерді айтамыз. Алкендер мен алкандардың айырмашылығы: алкандардың жалпы формуласы CnH2n+2. Демек, бұл қаныққан көмірсутектер. Ал алкендерді біз қанықпаған көмірсутектер деп айтамыз. Өйткені оларда бір қос байланыс жүреді. Жалпы формуласы CnH2n. Алкендердің гомолог қатары дегеніміз құрылысы мен құрамы бірдей. Келесі слайдта алкендер жайлы айтып өтеміз. Алкендер дегеніміз көмірсутек молекуласының арасында бір қос байланыс жүретін, жалпы формуласы CnH2n болып келетін көмірсутектерді атаймыз. Алкендердің атауы тривиалды және халықаралық атаулар болады. Тривиалды дегеніміз, демек, ол тарих атаулар. Оған илен жұрнағы қосылады, ал халықаралық атауында ен жұрнағы арқылы айтылады. Алкендердің гомолог қатарын көреміз. Алкендердің гомолог қатары дегеніміз не? Гомолог қатары дегеніміз құрамы мен құрылысы ұқсас, бір немесе бірнеше CH2 тобының айырмасынан тұратын, жалпы формуласы бірдей заттарды атаймыз. Кестеге қарасаңыздар, бізде алкандар мен алкендердің гомолог қатары жазылып тұр. Алкандардың гомолог қатары метаннан басталады: метан, этан, пропан, бутан. Метан, этан, пропан, бутан бұл халықаралық атаулар болып есептелінеді. Ал пентаннан бастап, бұл бізде латынша сандардың атаулары. Пентан, гексан, октан, нонан, декан бұл бізде латынша атаулар. Ал алкендерде этеннен басталады. Өйткені этенде бізде екі көмірсутектің арасында бір қос байланыс жүреді. Алкендердің изомерлену екіге бөлінеді: қос байланыстың орналасуы бойынша және геометриялық изомерлену. Қос байланыстың орналасуы бойынша мысал келтіретін болсақ, бутен 1 мен бутен 2. Бұлардың құрылымдық формуласы, молекулалық формуласы бір болғанымен, бұл жерде байланыстың орналасуы бойынша. Демек, бутен 1 дегеніміз бірінші көмірсутектен кейін бізде бір қос байланыс, және бутен 2-де екінші көмірсутектен кейін бізде қос байланыс орнатылады. Ал геометриялық изомерияда бізде цис және транс болып бөлінеді. Цис дегеніміз метил радикалы бір жазықта орналасуы, ал транс дегеніміз метил радикалы екі қашықтықта орналасуы, жоғары немесе төмен. Келесі слайдта біз алкендердің химиялық реакциясын қарастырамыз. Бірінші бізде жану реакциясы. Демек, алкендерге оттегін қосу арқылы біз көмірқышқыл газы мен суды аламыз. Екінші, гидратациялау. Демек, бізге алкендерге сутегін қосқан кезде біз алканды аламыз. Үшінші, бізде галогендеу реакциясы. Демек, алкендерге галогенді қосқан кезде біз галоген алкандарды аламыз. Төртінші бізде гидратациялау реакциясы. Демек, біз алкендерге суды қосу арқылы біз спиртті аламыз. Келесі слайдта алкендерді алу реакциялары. Демек, бірінші реакция
алкандарды дегидрлеу. Алканды дегидрлегенде бізде алкен мен сутегі бөлініп шығады. Екінші, спирттерді айыру реакциясы. Демек, спирттерді айыру реакциясын пайдаланған кезде бізде алкен мен су бөлініп шығады. Жаңа сабақты бекітуге арналған тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: төменде көрсетілген атаулар жазылған молекулалық формалардың құрылымдық формулаларын жазып көрсетесіздер. Екінші тапсырмада тест берілген. Демек, 5 сұраққа дәптерге жауабын жазасыздар. Үйге тапсырма: логикалық сұрақтар берілген, 3 логикалық сұрақ. Сол логикалық сұрақтарға сіздер жауап жазыңыздар. Және үйге тапсырма берілген тапсырмаларды орындап порталға жіберіңіздер. Және бұл тапсырмаларды қорытындылау үшін сіздер Нұрахметовтың химия пәні кітабын қолдана аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.